Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін бұл мен Нойл. Бүгін біздер деген скайблокты ара қарай жалғастыратын боламыз. Яғни біздерде бүгін екінші бөлім. Біздер алдыңғы бөлімде шетелдермен торговать жасап, шетелдерге заттарымызды сатып, олардан осындай құм алып, және мынандай таспен жерімізді дәуірткен болатынбыз. Ал достар, алдыңғы бөлімді көрмеген болсаңыздар көріп кетіңіздер. Достар, қазірден видео бастамастан бұрын лайктарыңызды басып, арнаға жазылып, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастайық. Так, в общем бізде ағаш сындырып алайық прямой. Мынаны алайық тапанымызда. Мыналардың бәрін сындыртеміз. Оп, достар, тағы да бір дәу ағашымыз өсті. Енді осыны да сындырамыз. Достар, біздер ағаштарымызды сындырып алдық. Бізде 31 ағаш бар. Яғни біздер бұның барлығын қазір магазинге сатамыз. Одан бірінші мыналардың бәрін сындыртайық. В общем, достар, біздерде 4 саженец берілді. Көзімізше ағашымыз өсіп жатыр. Оны да сындырып алайық. Достар, сіздерге көп рахмет, өйткені бізде алдыңғы видеода алдыңғы видеода сіздер кәдімгідей активный болсыздар. Алдыңғы видеоның ең үздік комментарий ол міне осы комментария. Бұл комментарий үшін маған өте қатты ұнады. Сіздер де өз комментарийларыңызды жазып кетіңіздер. Может, келесі видеоларда сіздердің комментарийларыңызды осы видеоға шығып қалуы мүмкін. Сол себепті жазып отырыңыздар комментарий. Бізде неқті егін. Так, біздер мыналардың барлығын ең алдымен осылайынан кәдімгі ағашқа ауыстырып алайық. Так, бұлардың бәрін сатамыз біз. Менің ойымша осы жетеді. Так, міне. Все, мінеки осымен осыны сатамыз. Мыналарды егіп қосылайын. Так, мыналарды неққа егейік. Мына жерге, мына жерге, все. Енді мына қалған ағаштарымызды біз 2 стагымызды сатып, оның орнына құм сатып алайық қайтадан. Так, мінеки осыны. Так, мына. Все. Енді біз неқтан өзімізге земля аламыз. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Жоқ, таусылып қалды бізде. Яғни бізде қазір 5-10 минуттан кейін, яғни бір 10 минуттан кейін, либо 2 күннен кейін бізде қайта ашылады ол. Сол кезде сатып аламыз. Біздер қазірше осы құмдарымызды қойып шығайық. Мінеки қойып шықтым. Так, енді біз негізі ағашты да сындыру керек еді. Тасты. Өйткені біз тасты да сатуымызға болады. Достар, келесі бөлімде не істейміз комментарийға бәрін жазып отырыңыздар құратқанша. Біз, бүкіл нәрсені істейміз ғой. Мен қазір тас жинап алайыншы. Менде кирка бармайды. Кирка бар екен. Так, осының бәрін сындырайық. Так, достар, мен өзіме 64, яғни 1 стак булыжник және қасына бір 10 булыжникке дейін сындырдым. Негізі өзімде 47 булыжник болды. Сонда примерно бір 30 шақты булыжник сындырдық. Енді біз оны $2 сатып жібереміз. Так, мына бір опыт таба алайық. Енді біз ағашымыздың өскенін күтеміз. Негізі осы ағаштарды егетін бөлек бір поля істеуге орын жасайын ба деп ойланып тұрмын. Яғни булыжниктардың бәрін жинап, алыстау жерге осындай ағаштарды егетін бір егін алаңын салайын деп ойланып тұрмын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен қазір булыжник жинай берейін. Достар, мен өзіме 64, 2 стак булыжник және неқті бір майда шүйде булыжникті сындырып алдық. И мен мына булыжниктерден осындай плита жасадым. Ендеше біз осыларды неққа қойып шығайық, яғни полямызды өртіп, и одан кейін ағаш сындырамыз.
Так, достар, біз өзіміздің полямызды кішігірім дәуірттік. Енді біз мына жанға қарай жасайын ба деп ойланып тұрмын. Яғни мына жаққа қарай. Негізі жасаған жақсы сияқты меніңше, иә. Мына 33 немізді плитамызды осы жаққа құртайық. Все, біздер қойып шықтық. Енді өзімізге тағы да бір плужник жинайық және плита жасап алайық. Келесі ағаш өсіп кетіпті, сондықтан сындырып алайық. Так, все, енді мына жақты қайта толтырамыз. Так, біздер мына жерде істеп болдық. Енді біз осы жерге не соғамыз, соны келесі бөлімге жазып кетіңіздер сіздер. Ал біз кәше мына булыжниктарымызды магазинге апарып сатайық. Так, бізде құм ашылыпты, осыны сатып алайық. Так, міне басқа аламаймыз, енді тағы да бір уақыт керек. Ол бізде ағашымыз өсіпті, осы ағашты сындырып алайық. Достар, ағаш сындырып жатсам жаңбыр жауып кетті бізде. Ничего, жауа берсін. Ал біз мына құммен мына жақта поляны дәуіртейік. Жоқ достар, дәуіртпей жатып, біз өзімізге ағаш егетін жерді соғайық, яғни біз мына жақтан ба соға салайық. Ал достар, кәше осындай шахмат тәріздес кішкене қылып істедік. Бізде уже анаяқта мобтар тіріліп бастап жатыр. Анаяқта ағаштарымызды сындырып алайық, мына өскен ағаштарымызды. И саженецтерді анаяқа, яғни өзіміздің ағаш егетін орнымызға барып егеміз. Оны біз әлі де дәуіртеміз. Бізде просто саженец аз, сол себепті кішігірім қылып істедім. Так, енді біз мынаның бәрін сындырып, осы жерден саженец таба алу керек. И саженец апарып ар жаққа егеміз. Так, менде 3 саженец бар екен. Осы үшеуін кәше еге тұрайық. Так. Тоқтаңыздар, біз қазір жердегі саженецтерді сындырып алсылайық. Өйткені біз қазір бұлар бұл жаққа өссе, қайтадан апару керек. Міне бізде 8 саженец болды. Енді осыларды апарып егеміз. Так, біздер мына бас жақтан егейік. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Все. Достар, біздің егін полиямыз дайын. Яғни егін емес, ағаш фермамыз дей берейік. Дайын. Енді келесі бөлімдер мына жақтан бәрін толтырам деп ойлаймын. Ал, так, мына жақта біздер мобтар тіріліп жатыр. Так, мыналарды негізі өлтірмеу керек, бұларды асырау керек. Өйткені біздер алдыңғы бөлімдерде мобтан, яғни қарнымыз ашып қиналған болатынбыз. Міне менің уже қарным ашып жатыр. Сол себепті видеоны осы жерден аяқтайық. Сіздермен болған бұл мен Нойл. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Давайте, достар, видеоға лайктарыңызды басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді видеоны до конца қарағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.